Банкрот болдым. Әйелімнің атынан кредитке машина алсам бола ма? Нәке, мен бұндай сұрақтарға мен шын айтсам, санам тоқырауға ұшырайды осындай кезде. Сен өзің банкроттың дәмін таттың. Кредит төлемеудің, кредит төлемеген жағдайда не болатынын, жалпы кредитке кіргеннің не екенін түсіндің. Енді тағы да сол зардапқа, сол салдарға қарамай тағы да кредит аламын деп ойлап тұрсың ба? Мен миым жетпейді осындай сұрақтарға. Егер сен кредит алсаң машинаға өзіңнің әйеліңнің атынан, онда сенің банкроттықтың күші жойылады, және жойылғаны дұрыс. Дауа деймін. Өйстіп түсінбеген адамдарға онда ақшаны табанына таспа тіліп тұрып өндіру керек, шоттарын бәріне тыйым салу керек, қыспаққа алу керек, көлік жүргізу құқығын шектеу керек деп есептеймін. Егер де ол адам кредиттің зардабын түсінбесе, банкрот бола тұра тағы да кредит туралы ойлайтын болса, онда өзіне өзі ор қазып жатқан адам деп есептеймін. Егер сен кредит алатын болсаң, ойыңнан қайтпасаң, Құдайдан бір табасың, ауырлап айтсам, ренжіме. Екіншіден, банк сенің сазайын тартқызып, бүкіл жаңа банкроттың күшін жойдырып, баяғы ақшаның бәрін төлеттіретін болады.